Қазір кәсіпқой бокс әлемінде Геннадий Головкин өте жарқын жұлдыз ғой, жарық жұлдыз. Бірақ қанша мықты болғанымен бәрібір кәсіпқой бокста карьерасын аяқтауына тура келеді. Бірақ сол Генаның орнын басатын, әрі қарай қазақ елін көрсететін, қазақ бокс стилін әлемге көрсететін боксшы ол Жәнібек Әлімханұлы болады. Себебі Жәнібек Әлімханұлы Қазақстанның 9 дүркін чемпионы, Азия ойындарының чемпионы, әуесқой бокстың әлем чемпионы, Азия чемпионы, Олимпиада ойындарының қатысушысы. Лос-Анджелесте қазір 6-7 боксер бар. Мен өзім жақсы танитын, білетін ол Мадияр Ашкеев, Мейірім Нұрсұлтанов, Асхат Уәлиханов, Сағадат Рахманқұловтар. Олар Окснард деген қалада дайындалып жатыр. Басқа залда Жәнібек Әлімханұлы осы Нортридждағы қалада өзінің дайындықтарын жүргізіп жатыр қазір. Жаттықтырушы Жәнібектің өте атақты, мықты бапкер, кезінде Тайсонды, Артура Гаттиді жаттықтырған, чемпион қылған. Одан кейін мені жақында ғана Сергей Липинец чемпион қылған. Өзі де кәсіпқой бокстың жұлдызы болған Бадди Макгерт. Johnny Beck. Coach, I think it's maybe what's it, Lapa? Lapa? Yeah. What's Lapa? Бізде енді ағылшын тілімізді енді меңгеріп жатқан екен, осылай қиналамыз. Lapa is coach. Oh, yeah. We do this first, then Lapa. Okay. They said make it, but he What's English? mitts. Metz? Yeah, mitts. Mitts. Осылай үйреніп жатырмыз. Әр адамның негізі мақсаты болады ғой. Жәнібек екеуміз сөйлескен кезде, жолыққан кезде өзімді дәлелдегім келеді кәсіпқой бокста. Тарих жасағым келеді. Бір емес бірнеше салмақтың чемпионы болғым келеді. Қазақстандағы сондай тұңғыш адам болғым келеді деп өзі армандады. Мақсатын айтты. Өте қуандым, себебі Жәнібек өте талантты боксшы. Қаншама жекпе-жектерін көрдім. Әуесқой бокста да, кәсіпқой бокста да. Сөйтіп, не керек? Екеуміз қарызға ақша тауып, самолетке билет сатып алып, Америкаға ұшықта кеттік. Бізді ешкім күтіп тұрған жоқ еді бұл жерде. Промоутерді, менеджерді ешкім күтіп тұрған жоқ. Өзіміз келдік. Содан осы жерде сөйлесулер басталды. Ломаченконың, Усиктің менеджері Егіз Климаспен сөйлестік. Одан кейін бірнеше промоутерлермен келісіп, олардың шарттарын көрдік. Біреу ұнады, біреу ұнаған жоқ. Әркімнің өзінің мақсаты бар ғой. Біреу ақша істегісі келеді, боксерді пайдаланып. Енді біреулер өзінің боксерларына спарринг партнер ретінде пайдаланғысы келеді жақсы боксерді. Оның барлығын біз енді бокста еміз жүрген бала емеспіз ғой. Біраз нәрседен хабардармыз. Барлығын көріп, тамырын басып, олардың да мақсаты не екенін біліп, біздің мақсат пен олардың мақсаттары ұштаспайтынын сездік. Ең соңында таңдауымыз осы Top Rank промоутерлік компаниясына түсті. Боб Арум промоутері қазір Жәнібек Боб Аруммен, яғни Top Rank компаниясымен қол қойған тұңғыш қазақ, тарихта болмаған. Біз онымен жолыққан кезде, Боб Аруммен жолыққан кезде ашып айттық. Боб мырза, бізге құр рекорд жинап жүру, немесе бір рингтегі қапшықтар тұрып құлату бізге қызық емес. Бізге мүмкіндігінше тез-тез чемпиондық атаққа шығуымыз керек, чемпиондармен кездесуіміз керек деп айттық. Жарайды деді. YouTube-тан Жәнібектің видеоларын көп көріпті. Өзі ниеттеніп, оның да мақсаты, біздің де мақсатымыз бір жерден шықты, міне. Оңай болған жоқ. Негізі көп адам ойлайды, Америкаға келе саласын, барлығы күтіп тұрады. Өзіңмен өзің чемпион болып кетесің, барлығы дайын деп. Оңай болған жоқ бізге. Тіпті тренер таңдаудың өзі қиынға соқты. Қаншама жаттықтырушы бар. Бірақ өкінішке қарай боксшыны өзгертіп жібереді, немесе көп нәрсе бермейді. Бадди Макгертті таңдадық, себебі өте керемет. Жәнібектің стилін өзгертпейміз деді. Бірден айтты бізге, Жәнібектің стилін өзгертпейміз. Тек қана қосатын жерлері бар, соны дамытамыз. Ары қарай Жәнібек осы стилде қалып, осы стилде жүріп тастап деді. Tell him about Janibek. What do you think? Yesterday sparring. Janibek's good. Janibek's going to be world champion. Yes. He's on it. Look at him. He's so freaking good. Yes, he's so freaking good. Бұл жерде залдың әлеуметтік желісін Instagram жүргізіп отырады. Егер залдың Instagram'ына кірсеңіздер, барлығы Жәнібектің видеолары. These guys are good guys. They like a lot. Yeah, nice guys. I wish everyone's like this that we work with. Біз көшіп келдік, контрактымыз ұзақ жыл болғаннан кейін бұйыртса алдағы 5-10 жыл осы Лос-Анджелес
бірнеше салмақтың чемпионы болып, елге бүкіл белбеулерді арқалап қайтсақ деген арманымыз бар, мақсатымыз сол. Johnny Beck. What's it there, bro? What's it there? That's my brother first. Yeah, brother. Don't let me punch. Johnny Beck very fast. Yeah, I want you punch, bro, because I need this video. You punch video Tomorrow. Мен негізі ресми көп адамдар пиар менеджер деп біледі. Бірақ мен жақсы білетіндер біздің командадағылар пиар менеджер деген менің бір 4-ші, 5-ші, тіпті 8-ші жұмысым десем де болады. Мен біріншіден ағасымын Жәнібек. Екіншіден жаттықтырушы жағынан бадиға көмектесем. Және маған ұнайтын ең күшті жұмыс осы командада рингке туды, қазақтың көк туын мен алып шығам, жеңген кезде иығына мен жабамын. Ол мен үшін үлкен мәртебе. Үлкен бақыт. Yes, sir. Tell him the second jab to make it land. He's not landing with it. The Екінші second жепті one, да. not the first one. That's okay. Get more. Жаңадан бастап жатқандарға негізі бүкіл шығындарын промоутерс компания төлейді. Қарсыласты сол тауып береді. Жекпе-жектен кейін белгілі бір мөлшерде гонорар береді. Әрине ол көп ақша емес. Осы жерде жүріп тұруға, тамақ жеуге, ары-бері витамин алуға ғана жетеді. Бірақ үлкен жекпе-жектерге шыққан кезде, чемпиондық жекпе-жекке шыққан кезде онда жаңағы келісімшарт бойынша өзінің қаражаты да, сомасы да көбейеді. Қазақтар жылқының қанын ішіп мықты болып жүр ғой қазір дейді. Осы жақтағы Америкадағы біраз тренерлер Жәнібекке бізге келіп, мен сендерден бір нәрсе сұрайшы, түрлерін кәдімгі серьезно қылып алған. Бір нәрсе сұрайшы деп. Иә, айтыңыз. Қазақтар шынымен жылқының қанын ішемін. Сол жылқының қанын ішкеннен кейін күшті болады ғой дейді. Күлдім сосын. Сізді кім айтқанын білмеймін, бірақ жылқының қанын ішпейміз, жылқының етін жейміз. Содан кейін күшті боламыз деп. Онда бізге жылқының етін алып келіп берші дейді ғой. Кей боксерлар болады, оны несін жасырамыз. Мына қарсыласпен бокстаспай-ақ қойшы, мен әлі бұған дайын емеспін, мен әлі аз-аз жаттығуым керек деген сияқты. Мынаның рекорды күшті екен ғой, мен сәл 1-2 жылдан кейін шығамын деген сияқты. Бізде ондай жоқ. Мына мен шығу, мына мен шықпау деген жоқ. Кімді береді, соған дайынбыз. Жәнібектің өзінің айтатын сөзі бар, ертең Канеломен шығамын десе, Канелоға ертең дайын боламын. Кез келгенде дайынбыз. Өйткені бұл Жәнібектің жұмысы да, ол өмірін 6 жасынан бастап, 7 жасынан бастап өмірін осыған арнап келе жатыр. Өз ісінің кәсібі болмаса, өз ісінің маманы болмаса, өз ісін керемет меңгермеген адам болса, Америкаға да келмейтін еді да. Иә, бұл бокс. Бокс бізде де болсын, Америкада да болсын, Айда болсын, Марста болсын. Сол өзіміз үйренген 4 бұрышы бар, ринг, 2 қол бар, 2 аяғы бар адам. Өзгешелігін көрмеймін ешқандай. Негізі бұрын былай ойлайтын ғой, советский бокс стилі деген сияқты әңгіме көп айтылады да, бірақ қазақ бокс стилі деген әңгіме мен өзім бокс саласында жүрмін, көп естімеймін. Соны таң қалдым, бір шетінен азамыз да келді, неге өзіміздің қазақ бокс стилін кеңінен насихаттамаймыз деп. Қазақ бокс стилі деген ол өте түсінікті, өте қарапайым нәрсе. Боксер алға да жүре алады, артқа да жүре алады. Яғни бірінші нөмірлі болып та боксты салады, екінші нөмірлі болып та боксты салады. Қорғана алады, шабуыл жасай алады, контратакалар жасай алады. Біз бұл жерде спарринг жасаған кезде де қазір сендерге қазақ бокс стилін көрсетеміз дейміз. Сөйтіп Жәнібек әдеттегідей қарсыласын рингте ұрған екен, міне қазақ бокс стилі осы деп. Қазір өзімізше осы қазақ бокс стилін насихаттап жүрміз. Бұл өте маңызды. Неге әлемде мексикалық бокс стилін танымал болып, мексикалық бокс стилі жұлдыз болу керек та, ал қазақ бокс стилі шетте қалып кету керек. Біздің бокс стиліміз ешқандай бокс стилден кем емес. Артықшылығы өте көп, өте жоғары. First though, brother. It's okay. Everybody's good. Very fast. He will be world champion. I promise you. I promise everyone in Kazakhstan. I think Johnny Beck will be the future of Kazakhstan boxing. Besides Triple G, Golovkin, you know, he works hard. He punches strong, very fast, smart fighter. He has everything. Johnny Beck has everything that a world champion needs to be successful. And I know he will be successful if God, inshallah. There we go. There we go. There you go. Үй мен осы залдың арасы. Самокатпен 5 минут, жаяу 15 минут. Салмақ қуған кезде Жәнібек шаршап қалмасын деп. Осындай самокат алып.
күнделікті жаттығуға баратын 3 ай болды, осылай жүрміз. Кейде самокатпен келеміз жаттығуға, кейде жаяу келеміз, кейде ауыл жақтармен да кетеміз. Ялдап, енді 3 ай болғаннан кейін, сағынғаннан кейін шығар мүмкін. Бұл жол тек қана жаттығумен үйге баратын жол емес, бұл біздің офисіміз десек. Офисіміз. Осы жолда талқылаймыз барлық нәрсені. Осы жерде жиналыс өткіземіз. Асау самокат. Айғырлар сияқты. 2013 жылы әлем чемпионатында Бекеңменен сұхбат алған болатын. Сол бастан бастап бір-бірімізбен қатты араласып, жақын араласып. Осындайдың барлығына боксердің өзі ғана жетпейді. Боксердің өзі ғана келіп бокстасып ота салмайды ондайдың бәрін. Сондықтан да Бәкең екеуміз ойымыз бір жерден шығып. Журналист болған. Боксты өзі көрмеген, Қазақстанда көрмеген жер жоқ деп ойлаймын. Оның алдында да үлкен Алматыдағы, Астанадағы жекпе-жектерде осы кісі қасымызда болды. Бірге араласып, жекпе-жектер жайлы, спорттар жайлы әңгіме айттық. Негізі Жәнібек негізі мықты боксер ғой, өзі мақтаған соң мақтап атқан жоқпын. Ойлап қалмаңыздар, мен туралы жақсы пікір айтты, сосын жақсы пікір айтайын деп жатырмын деп. Бұл олимпиадада жүрген кезде бұған көп промоутер компаниялар хабарласып, сенімен жұмыс істейік, бізге кел, әуесқой бокс таста деп көп ұсыныс айтты. Сосын кәсіпқой боксты Астанада, Алматыда жекпе-жек өткізген екен, тағы бірнеше промоутер кәдімгі үлкен контракт беріп, үлкен сомма беріп ұсыныс айтты. Жәнібек соның барлығы маған келіп, Беке, сіз білесіз ғой, бокстың басқасында жүрсіз, Америкада да біраз шоулардың ұйымдастыруының басқасында болдыңыз, қалай былай деп. Сөйлесіп ол промоутерлермен, олардың мақсатын біліп, жоқ, мынаның мақсаты былай екен, мынандай нәрсені ойлап отыр деп, былай айтқан кезде зерттеп, іздене келе, көп ізденіс кетті. Біраз ойландық, біраз ақылдастық, жағдайымызды жасап алатын сомма ұсынды ғой бізге, көп адамдар. Давай бізбен жұмыс істеңдер, бізбен контракт қойыңдар деп. Бізде мақсат бөлек. Біздің мақсат ақша табу, бай болу, атақты болу емес. Боксердің потенциалын толық көрсету, тезірек чемпиондармен шығару, тезірек өзінің мүмкіндігін толық көрсетуге жағдай жасайтын промоутер іздедік біз. Өйткені промоутерлер көп ауыл арасындағы жекпе-жектерге қойып, бір мешок біреуді алып келіп беріп, соны соғуымен бір құлатып, ойбай керемет екен деп өзінің боксерін өтірік мақтайтын промоутерлер көп. Бізге ондай қызық емес, ондайдан өтіп кеттік. Толығымен жоспар құрдық, отырдық. Біз біткен жоқпыз, отырып алып, Жәнібек Америкаға кеттік, бокстасамыз ба деген ондай болған жоқ бізде. Нөлден бастап, үтір нүктесіне дейін не киім киеміз, қандай боксерка киеміз, қандай қолғап аламыз. Сондықтан бұйыртса, міне Аллаға шүкір, қойған мақсатымыздан, қойған жоспарымыздан айнымай келе жатырмыз. Екеуміз бір үйде тұрамыз. Қанша 3 ай, 4 ай болды ма? Бір сөзге келіп көрген жоқпыз. Бір қабақ ішіп көрген жоқпыз бір-бірімізге. Тамақты жақсы пісіреді, бірақ тұзын көп қоя беретін болмаса барлығы жақсы. Кейде тұзы аз тамақ жегіміз келген кезде айтамын, Жәнібек бүгін мен пісірейін тамақты дейді. Бекеңнің стейкі тамаша. Стейк жасаған кезде, ана бар ғой, кім еді? Бүйтіп себетін тұзды. Содан жақсы істейді десем болады. Өйткені Откуда вы, ребят? Казахстан. Астана, Алматы, Шымкент. Мы из Грузии. Грузия? Круто. Ты здесь живете? Да. Азербайджан, Казахстан, Россия и да. Формаға кіріп келатырмыз. Бәрі ойдағындай айтады. Yeah, sick. Problem. Firma. Yes. Алқан жүрсің ба? Бразилияда ағылшынша да түсінбейді жөнді. Испанша сөйлеседі. Біз өзімізде ағылшынша дұрыс айта алмаймыз, сонымен ешіп түсіндіреміз.
Ең бірінші боксқа 2000 жылы бардым. Олимпиаданы көріп, ағаларымызды көріп, содан кейін бокста деген қызығушылық. Ол кезде зал болмайтын бізде. Бокс далада өтетін. Ауылда білесіздер ғой. Не жоқ, спорт зал жоқ. Қаладағындай жағдай жасалмаған. Ауылда көрші балалар барып жүр екен, солармен ілесіп бара салдым мен де, көрейін деп. Ана телевизордағы боксты көріп алғанбыз ғой. Кішкентай кезімде осы боксқа қызыққан болатын, сол ертіп алып келді. Негізінде басында анам қарсы болды боксқа баруға. Бармайсың, сабақ оқы балам. Не бар? Енді аналарды білесіздер ғой, қорқады. Әуесқой бокс астық Қазақстан Республикасының құрама штатында болдым. Екінші номер болдым 69 килограммда. Кәсіпқойға 2013 жылы Астана Арланс деген профессиональный полудегі. 10 салмақ дәрежесі ашылған кезде ұсыныстар түсті. Мені сол командаға қабылдады 2013-те. Сол жерде 3 сезон бокс астым. Сол 3-ші сезон бокс ашылған кезде қызығушылық басталады менде. Профессионалға барып өтсем қалай болатын. Ең бірінші профессионалдық дебютім осы Америка қаласында, Рено қаласында өтті. Осы мен дебют жасағанымда әлі бір жылдан асқан жоқ, мен 3 бой жасап үлгердім. 2017 жылы келдім Америкаға мында. Кім күтіп алды? Жоқ, 2016-да Мадияр күтіп алды, Ашкеев. Сол бәрін алып келген. Сол бәрін. Егеспен сөйлесті, егес келсін деп те көреміз, спарринг жасасын. Топракпен ең бірінші осында келгенде мен Эгис Климовпен сөйлестім менеджермен алуға келісіп, осында келіп, бокстасып, ең бірінші топ-ранкқа. We're going to train Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday. Friday, 5 days? Friday. No more. Yeah. We go 5. Okay? Get ready. Yeah. You gotta get ready. Don't do nothing. Біздің қазақ бокс негізі өте мықты бокс бізде. Техника жағынан да, барлық жағынан мықты. Негізі Америкада қазақ боксшыларына өте қызығушылық қатты бар негізі. Қазақстанский школа мен американский школаның айырмашылығы бар, кәдімгідей бар. Бізде корявый боксерлар жоқ Қазақстанда. Бәрі школа қойылған, бәрі бірдей бокс жасады деп айтуға да болады. Бір школа ғой, қазақстанский школа. Мында американский школа. Біреулері қолдарын түсіріп бокс жасады, біреулері жүріп бокс жасады деген сияқты. Көп, әртүрлі. Маған Америка ұнамайды. Тек қана сол бокс үшін жүрмін негізінде. Былай, жай өмірде келіп өмір сүресің бәтсе өмір сүрмешін. Неге? Ұнамайды, Америка ұнамайды маған. Білмеймін, туған елім ұнайды Қазақстан. Астана. Әдемі болғанымен Америка. Қанша таза болғанымен елді сағынасың. Өзіміздің қазақтарды, өзіміздің қазақша кәдімгідей. Бірінші каналда шықтың ба? Жоқ, шыққан жоқ. Қанша жыл бокс жасатынын білмеймін, бірақ енді контрактта 5 жыл деп қол қойдық. Бірақ ары қарай жақсы болып жатса, бәрі денсаулық, бәрі жақсы болып жатса, ары қарай бокс жасай береміз, уақытысына қарай көреміз. Менің бұл жерге келгенім әлем чемпионы болу үшін келдім. Қазақстан қазақ боксшылардың атын шығаруға келдім. Алла қаласа әлем чемпионы болмай қоймаймын ғой. Чемпион болу үшін келдік қой, арман қуып. Чемпион болмай кетпеймін деген ойдамын, иншалла. Жекпе-жекке деген дайындық ойдағыдай жүріп жатыр. Жаттығуымызда бәрі тамаша, өзіміздің ойдағын істеп жатырмыз. Бүгін спарринг күні, Құдай қаласа, жекпе-жекке дайындықтың пысықталу сәттері 11-0. Яғни бүгінгі Жәнібектің спарринг қарсыласы 11 жекпе-жек өткізген, барлығында жеңген өте талантты боксшы Германияның түркі. Спарринг аптасына 3 күн болады. 3 күн 6 раундтан 8 раундтан.
Sparring деген ол жекпе-жекке шыңдалу ғой. Егер спаррингте сен қарсыласыңды ұрып үйренбесең, өзіңнің ойлаған техника ударларыңды шығарып үйренбесең, сен ертең жекпе-жекте оны істей алмайсың мүлде. Сондықтан осы жерде мықты қарсыластармен шығып, рингте өзіңді былай шыққан кезде өзіңе дәлелдеуің керек. 6 rounds for girls. If you man, professional boxer, you 8 or 10 minimum. Сен туралы деректі фильм түсіріп жатыр. Не айтып жатсың елге? Қандай нәрселерді айтып жатсың? Елге өзіміздің жалпы тұрмыс тіршілігіміз жайлы, осы залда қандай жаттығу өтеміз, қалай ұйықтаймыз, қайда барамыз, не істейміз, сол жайлы жалпы кейінгі ұрпаққа үлгі өнеге болсын деп. Ақсақалдар сияқты айттың дейсің ба? Қазір 72-ден бастап әлем чемпионы атансақ, кейін 76-ға ауысып, одан кейін 79-ға ауысып, сол жақтың үлкен атақты боксшылармен бокстасып, әлем чемпионы болсақ деген армандарымыз. Максимум 1,5-2 жыл деп ойлаймын. Жәнібектің өзі негізі 1,5 жылда өзі чемпиондық атаққа шығуға дайын болады. Бірақ бұл тек қана боксшының қолында емес қой. Бұған промоутерлер де атсалысу керек, бұған менеджерлер де атсалысу керек. Батырлар соғысатын кезде салт сайманын кигізеді ғой. Сол сияқты. Hey, give me more jabs. Remember yesterday, bop, bop, feint. Then bop, bop. Okay? Okay. Very good. Tell him I need more head movement, more head here, and more feints. Okay? Bop, bop, here. Bop, bop, then bop, bop. Hey, today we went 8 rounds. This guy is a very good fighter, man. I've been in the ring with a lot of world champions. This guy's a world champion too, but he's a very, very smart fighter, man. Бұлай бір қарасаң, екеуі ата жау сияқты көрінеді, бір-біріне дұшпан. Ол рингте солай болу керек. Рингте біреуді аясаң, сен еш уақытта өспейсің. Ал рингтің сыртында дос, бауыр, бірге шай ішеміз, бірге әзілдесеміз, бірге ойнап күлеміз. Бокс деген тек қана төбелес емес, бокс деген ұру, қыру емес. Бокс деген ол мәдениет, әдеп, былай айтқан кезде адамгершілік. Good work today, 8 round. I like it. Strong, very strong. Very strong. Next week, different partners? Yeah, we want different partners, but today, yeah, not come, yeah. Жерде енді көріп отырсың, мысалы, ағылшын тілінсіз болмайды, қаншама адамдармен араласу керек, қаншама достармен сөйлесу керек. Ағылшын тілі өте маңызды. Маған Америкадағы бір жақсы көретінім, бір ұнайтыны, сен ағылшыншаң нашар болса да, саған жоқ сөйлей бер, сен күшті талпынып жатсың. Ағылшыншаң күннен күнге өсіп келеді деп маған мына жердегі залдағылар, апартаменттегі достарым барлығы мотивация береді. Бір түсінгенім, бізде өкінішке қарай Қазақстанда сен егер қазақша дұрыс сөйлемей қалсаң, немесе орысша дұрыс сөйлей алмай қалсаң, бізде менталитет қалыптаспаған, сорлы адам сияқты көреді. Сен не сөйлей алмай жатсың? Қой, бүйтіп сөйлегенше сөйлемей-ақ қойсай, неге қате сөйлеп жатсың деп жерге тығып тастайды. Ал сен жерге тығып тастасаң, ол қалай үйренеді? Ол кіммен қазақша сөйлеседі? Тілді білмейтін адамды кемсітпеу керек. Ол үйреніп жатқан адам, керісінше оны қолдау керек. Қолдаған кезде ғана адам өседі. Ал сен жындысың, сен сөйлей алмайсың, сен ең нашар адамсың десе, адам қалай мықты болады? Triple G, he's number 1 from Kazakhstan boxer. Johnny Beck. Yeah. Johnny Beck won, Triple G too. No. Now Triple G, after Triple G finish career, Johnny Beck. of course, Johnny Beck is number 1. Triple G is a big brother. We never go up. We wait. Wait your turn. I hope this Triple G knockout Canelo. If you know this big business, if not knockout, Canelo wins.
Because you know it's all Mexican, this is fans. Yeah, it's politics. It's big, yeah, it's Politics. big business and politics. Las Canelo- Vegas wants Canelo to win. Because Canelo is young, you know, he has more time to Yeah, go. yeah. He's like, But I think this Triple G understands this. He's angry. And he will pass. Here comes Gennady Golovkin. He's only fought in this arena once before, and it's a bad memory because he thought he won the fight. Өте қызық, көп адам күткен жекпе-жек болайын деп жатыр. Бұл жерде мынау жеңіледі деп айтудың өзі ақымақтық, сауатсыздық болып есептеледі негізі. Екеуі де мықты боксшы. Қайсының дайындығы мықты болады, сол жеңеді. Бірақ әрине өзіміздің отандасымыз, ағамыз Головкин жеңсе деп армандап тілеп отырмыз. Нокаутпен ұтса деп отырмыз. Қазір көреміз. Уайымдайсың әрине. Өте жауапты жекпе-жек. Барлық қазақстандықтар көріп отыр, жан көріп отырмыз. Жеңіліп қалмаса екен деп, құлатса екен деп отырмыз. Canelo tries a left hook, Golovkin blocks it with his right glove and fires a couple more jabs. Жақсы жеппен жақсы жұмыс істеп жатыр. Осы алдың қолмен көбірек жақындатпай. Осылай тоқтатып тұру керек. Алаған терлеп отыр ғой, что-то. Уайымдап отыр. Өзің рингке шыққан кезде ондай болмайсың. Өнерден көрінді, қашпай өзі алғаш деп отыр, байқадым да. Бірінші жекпе-жегінде тек қана артқа істеп оңай болып жатқан жоқ, иә? Опережать етіп қойып жатыр да көбінесе. Ұрғызу керек та осылай Канело. Кетіру керек та. Тоқтап қалды көрдің ме Канело? Тоқтап тастады бірден. Алға жұмыс істеді. Жаңа көрдің бе, 2 раунд артқа жұмыс істеп еді, уже Канело активный бола бастады. Енді алға шығып еді, уже Канело тоқтап. Ай! 45-те 34, 64-те 38. 4 раунд ұтып отыр ғой, примерно. 4-те 3. 7 раунд бойынша ұтып отыр да. Енді осы бойды бермесе, енді вообще ұят болады да. Оқып алды ғой бұл. Қалаған істеп жатыр ғой. Ударларын да өткізіп жатыр, артында істеп жатыр. Енді соңғы раундта шыдап ұрып тұрса, енді осы да енді жеңісті Генаға бермесе білмеймін. Гена таза отырып тұрған несі. Өйткені шығып тұр ғой мұның астынан. 8 раунд тұрып тұр да, таза. Таза, сырт көзбен қарасаң, уже Гена ұрып тастады. Міне, бұл жерде мен мысалы қазақ болмасам да, қазақстандық болмасам да, ол міне Гена таза ұрды. Мен ғана емес, мына жерде залдағы бүкіл жанкүйерлер Генаны жеңгенде сенімді болып отыр. Енді осы бойды қазір Головкинге бермесе, онда білмеймін енді мынау. Қандай бизнес екенін. 113, your winner by majority decision and new. Бұл айды ғой мынау, мәссаған. Чоп! What's it, bro? What's it? Is box? Таза ұрды ғой, таза ұрды шықты ғой. Mo, what's this boxing? This is business. Now they have to go. Көзі соқырларын шықты ғой, көз соқырларын. Right? What's it? What is this? This boxing? I think they Головкин 4 раунда, это 7-8 раундов шел назад, весь бой шел назад. По корпусу ни разу не бил, все раунды шел назад. Это не его стиль, он должен боксировать. Он выиграл 4 последних 5 раундов. Он должен был
идти с первого раунда, со второго, идти вперед. Он шел назад. Почему он идет назад? Не его стиль. Куда он лезет? Ну, встречный был же он, Да, он встречный. встречал все, но ушел назад. По корпусу. Сколько ударов ты насчитал? Ушел назад. Сколько Это... ты насчитал по корпусу ударов? Много было, нормально. О чем ты говоришь? Посмотри бой. I thought Triple G won. Yeah? Yeah, I thought he did it. I mean, it was a great fight. Good performance. Both of them. But I thought Triple G did better. I thought, and I had it opposite. I thought the first fight was Canelo, and then the second half I thought was Triple G. What did you think? Triple G. Yeah. Он по-другому должен боксировать, чтобы вопросов не было. А он боксировал так, возникает очень много вопросов. Он 7 раундов выглядел плохо. Wednesday I'll be here. I was going for Triple G. Yeah. I lost money. Me too. I lost money. Ты должен понимать это все. Надо выигрывать так, чтобы не было вопросов. Потому что когда возникают вопросы, я выиграл. Да, не выиграл ты. Вопросы есть. Надо выигрывать так, чтобы не было вопросов. Бұйыртса бар ғой, 1-2 жылдан кейін Жәнібек шатмайды. Құлатамыз What is in your chin? Because you're saying he didn't hit you a lot, but late in the fight. Аман-есен командамызбен жарыс болатын жерге келдік, салмақ өлшеп жатырмыз. Басталдық қазір. Бәрі ойдағыдай. Dominic Blanco, last time. Going once, going twice. Yep. Janibek, I don't even know how to pronounce it. I know you're. Carlos Galvan. Қазір қарсыласпен алғаш рет бетпе-бет жүздеседі. Өте қызық әрі жауапты сәт біз үшін. Америкадағы алғашқы жекпе-жек тарих қой. Тарихты әдемілеп қарсы алып, әдемілеп есте сақтау керек. A good show. Good promoter, yeah. Very good. What do you think about him? Very good fighter, future world champion for sure. Sure? Why for sure? He got all the talent. I mean, he's got everything it takes. Hey man, I never forget when I first met your dad. Because he was getting ready to fight Jason Litzau. Your dad was saying that, and he had his whole crew behind him. They were like this. Ascad. Okay, gotcha. And Angel Hernandez. Brad said yes. If you are not here, you are getting fined. You understand? Айтқан кезде So орында afterwards, тұру we'll be керексің back деп. here to go through. Шарттар ғой. Телевидение бар, ел көріп жатыр. From Almaty, Kazakhstan, Janibek Ali Kanuni on the scale. 163.6. 163.6. 163.6 for the fighter out of Kazakhstan. Нокаут болады ма ертең? Ринг көрсетеді. Және мен көрсетемін. Бүкіл нәрсені рингте көрсетеді. Осы уақытқа дейін дайындықты, қалай дайындалды, не болды, спаррингтердің өткен жемісін, жаңа жаттықтырушымен дайындалғандарын барлығын, өзіне не алғанын, қандай мүмкіндіктерін арттырғанын барлығын қазір рингте көрсетеді. Сегодня у меня двое, да, Асхат Джанибек. Джанибек дебютирует вот здесь, в Америке, то есть у него как бы первый бой. Вот так-то у него по профессионалам уже пару боев сделанных. А Берег мне позвонил и сказал, что есть очень хороший боксер, и что они хотят приехать в Америку. Прислали мне его имя, фамилию. В принципе, это я уже слышал, как бы разговоры про него. Вот, и понемножку. И они приехали, и я переговорил с Топ-Рэнком. Топ-Рэнк уже мне то же самое сказал, что они уже его знают, что мы смотрели, наблюдали, и что они будут рады работать вместе с ним.
Нет, ну, с интересными ребятами всегда интересно работать. Я не беру там каждого попавшегося, чтобы там бегать или там брать их. То есть я всегда присматриваюсь. Моя работа, то есть это как бы полностью все. То есть ребята приезжают, здесь нету ни друзей, ни родственников, ни родителей. То есть надо помогать и устраивать и жильем, и права сдавать, и social security получать, и где они будут тренироваться, что они будут делать. И если они заболели, первый звонок идет обычно ко мне. Ребята очень трудолюбимые, то есть гонять их не надо, что давайте идите тренироваться, то есть они сами тянутся, очень стараются доказать. Ну, по крайней мере, вот с тем, с кем я работаю, я очень сильно доволен. I will point to the ground and point to the neutral corner, where I want you to go to the neutral corner if you're standing. Okay? Если нокаутируешь оппонента, он говорит, я буду показывать вниз и буду показывать тебе, в который угол идти. Ты идешь туда, в этот угол. Колумбиялық қарсылас өте тәжірибелі, көп жекпе-жек өткізген. Жәнібек кәсіпқой бокста 2-ақ жекпе-жек өткізсе, ол 24 жекпе-жек өткізген. Ол деген өте тәжірибелі деген сөз. There you go. 1, 2. Get him. There we go. Go again. There we go. Here. That's it. Good there? Good. I'm not beating nobody. I'm not beating nobody. In the red corner, wearing camouflage with black trim, weighing in at 162.5 pounds. Yeah. Жақсы істеп осыны. Әдемі барлығы. Ойлан. Keep with the feint. Көріп көбірек аса. Әдемі отыр. Қысып істе, Джони. Жақсы. Қатты удар. Артқа жүргізеді, өзің бірінші болып істеді. Көп ұстама. Екі удар ұстар. Көп ұстама. Жақсы, ұстадың. Үйге кіргеннен рингке кіргенім көп та менің. Сондықтан да ринг менің екінші үйім. Өз жерде мен өз-өзімді еркін сезінем. Өз жерде өз-өзімді толыққанды көрсете аламын. Көп адамдар ойлайды, Америкаға келу үшін сен біреу тіреп тұрған біреуің болу керек, немесе қалтаңда қыруар ақша болу керек деп. Олай емес. Ешқандай ақшасы келді, ешқандай қаражатсыз келдік. Және де солай ойлап жүрген адамдардың барлығын дәлелдегіміз келеді. Ешқандай сен өзің мықты болсаң, өз ісіңнің шебері болсаң, маманы болсаң нағыз, сен ешқандай ақшасыз да, ешқандай тіреусіз де чемпион болып, жарқырап жүруге мүмкіндігің толық бар екенін дәлелдегіміз келеді. Сол жолда қазір талмай еңбек етіп жатырмыз. Үлкен жоспарларымыз бар. By way of unanimous decision, Johnny